Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды. Қадіріңді білмейтін адамға еш ренжудің қажеті жоқ. Тек ондай адамдарды біржола өміріңнен сызып тастау керек. Майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың, ал ірілердің арасында өзіңде өсесің. Бүгінің барда, ертеңіңді алаңда. Арманда шектеу болмайды, ол шектеу сенің санаңда. Сенімді болсаң, сенің де жолың болады. Сенімді жанның сөнбейді жалын шырағы. Мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос, өмірдің өкіндірмес қасиеттер осылар. Жолдасың жамандаған жолдассыз қалар. Нағыз махаббат қысқа ғұмырды ұзартады. Өмірдің мазмұны жақсы ойлар тізбегінде. Өз ойларыңызды мұқият болыңыз, себебі кез келген іс ойдан басталады. Адамдарды жақсы көру, ал дүниені пайдалану керек. Біз керісінше дүниені жақсы көріп, адамдарды пайдаланамыз. Бағаламайтын адамға жақсылық жасау теңізге су құйғанмен бірдей. Өмірден сыйлықтарды күткенше, өміріңізді өзіңіз жасайтын уақыт келді. Ағысқа қарсы жүзгенде ғана ең биік жетістікке жетесіз. Жеңіске сенген кезде сен жеңесің, өйткені жеңіс саған сенеді. Өзіне ұнаған кәсібіңмен шұғылдансаң, өз ұлтыңның туын көкке көтере аласың. Бақыт деген осы. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейірім шала байқайды. Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасын, зымырап түсесің. Өздерін бақытсыз адам деп есептейтіндер, бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Барлығы да өтеді. Бұл әлемдегі ең шынайы ақиқат. Қанша тасып тулағанмен су теңізді толтыра алмайды. Құладың ба? Қайта тұра біл. Әділеттің не екенін білу үшін жүрегіне қара. Таңертең оянғанда өзіңе мен не істеуім керек деген, ал жатарда мен не істедім деген сұрақ қой. Адам бұл дүниедегі қонақ, оның өмірі өткінші, сондықтан да ол артынан жақсы ісі мен жақсы сөзін қалдыру керек. Ең бақытты шақ мектеп дәлізімен жүгіріп өтеді. Мектептің мақсаты маман дайындау емес, адамгершілігі жоғары тұлға қалыптастыру. Білімсіз адам өзіне түк білмейтінін және қолынан ештеңе келмейтінін мойындағысы келмейді.
Тыныштық Тәңірдің тілі. Өзгеше нашар аударма. Ертең өмірден өтетін адам сияқты ғұмыр кеш. Мәңгілік өмір сүретін адам сияқты ілім жина. Адам бойындағы асыл қасиеттерді дамыту үшін алдымен батылдық керек. Батылдық болмаса, адам баласы қалайша ақиқат іздейді, қалайша махаббатты қорғайды. Алтын, күміс секілді тастарға бағалық беріп тұрған нәрсе оның өндіру жолындағы еңбегі ғана. Адам анасынан туылған күні ғана дүниеге келмейді. Өмір сүру барысында да мың өліп, мың туылады. Қайғыға бой алдырмай, қашанда күліп жүруге тырысыңыз. Ақыл мен білім көбіне бізге керек емес кезде келеді. Көп күткен адам тағы да күте алады. Басқа пәле келмейді, Алла жазбайынша. Алла пәле жазбайды, адам азбайынша. Иманы ең қуатты адам қайда болса да Алла Тағаланы ұмытпайды. Сондай адамдар бар, көңілі толған қайғы, бірақ сізді күлдіре алады. Сондай адамдар бар, күліп тұрып, көңіліңде дақ қалтырады. Бақыт сөзі Құранның бір ғана жерінде келген. Бақыттылар жәннаттадыр, ол жерде мәңгі қалғандар. Бұл дүниеден бақыт іздемеңдер. Ей адам баласы, жүрегің дүниеге деген махаббатқа байланған күйде қала берсе, дінің де жартылай күйде қала бермек. Арнаға тіркеліп қолдап кетіңіздер.